Гаймориттің алдын алу шаралары. Гайморит жағымсыз ауру, сондықтан оның алдын алу өте маңызды. Төменде гаймориттің алдын алуға көмектесетін негізгі шаралар келтірілген. Бірінші, иммунитетті нығайту. Оған тамақтану, жеткілікті ұйқы, физикалық белсенділік иммунитетті нығайтып, инфекцияларға қарсы тұру қабілетін арттырады. Келесі, суық тиюден сақтану. Суық тию гаймориттің жиі кездесетін себебі болып табылады. Сондықтан суық тиюдің алдын алу үшін жылы киіну, аяқты жылы ұстау, желден сақтану қажет. Келесі, мұрын гигиенасы. Мұрынды тұзды ерітіндімен үнемі шаю, шырышты қабықты тазалап, инфекцияның таралуын болдырмайды. Аллергендерден аулақ болу. Егер сізде аллергия болса, аллергендермен байланысты шектеу қажет. Келесі, жылы сусындарды көп ішу. Жылы сусындар шырышты қабықты ылғалдандырып, қабынуды азайтады. Келесі, ылғалдандыру. Ауаны ылғалдандыру. Қыста бөлмедегі ауа құрғақ болса, ылғалдандырғыш қолдану пайдалы. Тіс ауруларын уақытылы емдеу. Тіс аурулары гаймориттің дамуына әсер етуі мүмкін. Жүйелі түрде дәрігерге қаралу үшін жыл сайын профилактикалық тексеруден өту қажет. Ескерту, егер сізде гаймориттің белгілері байқалса, дереу дәрігерге қаралыңыз, өз бетіңізше емделмеңіз, өйткені бұл аурудың асқынуына әкелуі мүмкін. Айтылған ақпараттар ұнаса, каналға тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басыңыз.